Бәріне сәлем, сіздермен бірге BI Академия және мен Айнұр. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы HTML, яғни қысқаша түсінік. HTML тілін британ ғалымы Тим Бернес-Ли 1986-1991 жылдар аралығында Женев Еуропалық ядролық зерттеу орталығында жасап шығарған болатын. HTML алғашында ғылыми және техникалық документацияларды халық арасында алмастыруға арналған тіл ретінде жасалған. HTML көмегімен әдемі жасалған документті оңай және тез жасауға болады. Сонымен, HTML бұл құжаттарды кодтау үшін қолданатын гипертекстік белгілеу тілі. HTML негіздерін үйренуді бастаймыз. Алдымен документ тақырыбын бастайық. Веб-парақтағы ең алғашқы тақырып ол DocType HTML. Бұл браузерге құжаттың документтің қай типте екенін көрсетеді. DocType арқылы веб-парақ HTML тілінің қай түрінде жататынын білеміз. Бұдан кейін HTML. Барлық құжат HTML тегімен басталады, сәйкесінше HTML тегімен аяқталады. Бұл тек жұбы браузерге HTML құжатты екендігін хабарлайды. HTML құжатта тақырыптар бөлімінен және құжаттың денесінен тұрады. Тақырыптар бөлімі head. Бұл жерде парақшаның тақырыбы қандай кодировкада сипатталатыны жазылады. Шаблонның бұл бөлігі сайт бетіне шықпайды. Сонымен қатар, документтің атауы жазылатын title тегін ішіне кірістіреді. Ал title бұл сіздің веб-парақшаңыздың тақырыбы. Негізгі мәтін құжаттың денесінен көрсетіледі және ол body. Біздің барлық жазатын документтеріміз body тегтерінің арасында болуы тиіс. Body бұл тегі парақшасының денесі деп аталады. Яғни бұл жерде HTML тегтеріне не жазылса сол сайт бетіне көрініс табады. Body тегтері құжаттың денесі деп аталады. Мұнда оның тақырыптар үлкеннен кішісіне қарай бірден 6-ға дейін дәрежеде болады. Олар өздеріңіз көріп отқандарыңыздай H1, H6 тегтерінен көрініс табады. Бұдан кейін абзац басы және абзац соңы деген сияқты. Сонымен қатар бұдан бөлек BR тегінің міндетті қойылатын жерінен текстің үзіп келесі жолға бастап ашады. Және де HR экран бойының ұзындығымен бірдей сызып түсіреді. Бұдан басқа да тегтер бар, оны келесі сабақтан көретін боласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған BI Академия және Айнұр.